орындаймыз. Şarlarda alıp özümüzді топқа бөліп көрейік. Кәнеки келе қойыңдар. Өздерің қалаған түстерін алыңдар. Сонымен аспаптармен осы түс біздің сәйкес келетін топтарымызға бөлінеміз. Сары түс бізде сасықнай тобы, жасыл түс бізде қобыз тобы. Өздерің көріп тұрғандай, енді мына жерде домбыра бізде қызыл түс. Әрқайсының өзінің себетін алып келіп қояйық. Жаңа өздерінің себеттеріне топтарын сала қойды. Балалар, қараңдар, енді біз осы топқа бөліну арқылы шақырыпта осы өзіміздің тобымыздың атын қорғайық. Және өз тобымызға топ басшысын сайлаймыз. Кәне, әр топтың өзінің үстіне қарай сұрақ қоямыз. Кәне, домбырадан бастайық, балалар. Домбыра қандай аспап? Ұлттық аспап тағы? Домбыра екі ішекті аспап. Екі ішекті аспап тағы не қосар? Ал? Қазақтың ұлттық аспабы. Қазақтың ұлттық аспабы. Ішекті аспап, балалар? Біз енді сабағымызда өздеріңіз білесіздер, біздің ең бірінші жауап берген бала топ басшысы болады, және біздің бағалауымыз балдық жүйеде болады. Балалар, енді біз домбыра тобынан топ басшысын сайладық. Енді қобыз тобы, сіздерге сұрақ, қобыз қандай аспап? Не болмаса, қобызда кім қобыз деген аспапты естігенде қандай адам естеріңе түседі? Қорқыт ата бірінші айтты, қол көтеріп айтамыз, жарайсын. Сендерде топ басшысы Нұрай болады. Келесі сары түстегі бізде сасырнай тобы, сіздерге. Сасырнай қандай аспап? Қалай ойналады? Отырып айта береміз. Оның біз тесігі болады, олардың тесігін бар, әр тесігін басқан сайын олар әдемі. Тамаша, қандай аспапқа жатады сонда? Үрмелі. Үрмелі, дұрыс айтасың. Сіздердің топ басшыларыңыз? Ерасыл. Енді бізде күлгін түс, жетіген тобы қандай балалар? Сұрақ сіздерде жетіген аспабы қанша ішекті? Жеті ішекті. Оның тамаша жақсы, жеті асығы бар. Сіздерде топ басшысы кім болады? Інжу. Бір-бір балдан алдық. Жақсы. Ал балалар, біз өткен сабақта өтілген тақырыбымызды есімізге түсіріп көрейік, қане? Біздің өткен сабағымыз домбыра, асыл мұра тақырып еді. Енді домбыра бойынша, осы тақырып бойынша не өттік, не білдік, қане? Үй тапсырмасын есімізге түсіреміз. Қане? Айта қойыңыздар. Сұрақ қоямыз ба бір-бір?
Иә, есіңізге түсірейік, домбыраның біз қандай музыкамен кірдік біз сабаққа? Есіңізге түсірейік. Адай күйі. Құрманғазы атамыздың адай күйі. Жақсы, адай күйі дегенді жаңағы Құрманғазы атаның күйімен кірдік. Отырып жауап береміз, иә балдар? Енді бізде домбыраның құрылысын өттік па біз? Иә. Қол көтеріп қане? Иә. Отырып айтамыз. Ағаштан жасалады. Оның ішегі болады. Жақсы, ішегі болады дейді. Сіздерде бар ма жауап? Кәне, домбыраның қандай құрылысы бар еді? Есіңізге түсірейік. Иә. Екі құлағы болады дейді. Тағы? Түймесі болады екен. Айта береміз тағы. Иә. Ілмегі деген не ол? Балалар есіңізге? Домбыра аспабының тағы қандай құрылысын білеміз? Ішегі, тиегі. Біз аңызды өтпедік, кім есінде аңыз қайталап? Иә. Ертеде? Хан болған екен, оның баласы қаза тапқан, жауынгерліктен қаза тапқан соң, ол айтқан екен, егер де кім менің баламның қаза тапқан күйін айтып берсе, мен соның аузына қоям деген. Көмейіне? Көмейіне қоям деген екен. Содан кейін бір домбырашы ата оған домбыраның күйімен, әнімен шырқап беріпті. Одан кейін домбыраның күйіне қойып. Тамаша. Сонда домбырада орындалған күй қалай аталады? Кәне кім есінде? Иә. Иә. Баласының қазасын жеткізген күйдің аты Ақсақ Құлан. Иә, Ақсақ Құлан балалар. Жақсы, жарайды, Ақсақ Құлан деді. Енді қараңдар. Біз өткен сабақ бойынша әнді қайталау үшін жаттығу жасайық, иә балалар? Қалай отырамыз? Аяғымыз етекке денемізді дұрыстаймыз. До мажор гаммасын көңілді қылып орындаймыз. бөлімнің аты мәдени мұра деп аталады. Біз мына тақтада көрсетіп тұрған аспаптар туралы, ұлттық аспаптар туралы жекелей тоқталып жүрміз. Бүгін енді біздің осы бірінші домбыра тақырыбы бойынша және бүгінгі өтілетін тақырыпқа байланысты осы мәдени мұра және халық аспаптар туралы постер қорғаймыз. Үй тапсырмасын бекітейік. Кәдімгідей сіздерге мен таратамын. Өздерінің ойларында сурет арқылы, сөз арқылы жеткізіп, маған жауабын қорғауға шығасыңдар. Әр топ өзінің аспабын қорғайды. Түсінікті ғой, жұмысын қорғайды, тақтаға келе қойды, тез балалар.
Жетіген қазақтың ұлттық аспабы. Жетіген киелі аспап. Жақсы. Жетіген аспабының шығу аңызын естігенсіңдер, балалар? Білесіңдер, асықтан тұрады екен. Ал біздің домбырада тиек қандай еді? Домбыраның тиегі қандай еді, балалар? Домбырада. Тиек неден жасалған еді домбырада? Ағаштан. Бұл жерде асықтан жасалған екен. Өте жақсы, балалар. Өздерінің топ басшысымен бірге постерларын қорғады. Жарайсыңдар, сендердің топқа 1 балл, жүгір орындарыңа бара қой. Келесі топ кім дайын? Сасырнай тобы келе қойыңдар. Ерасыл бізге Сасырнай тобын қорғайды, Сасырнайдың 4-5 ойығы бар. Және ол өле ойналатын саз аспабы. Оюлармен қапталады, саздан жасалады. Саздан жасалады. Не істейді? Пеште күйдіру арқылы саздан жасалады. Тамаша, сіздердің топтарыңызға да 1 балл берейік. Өте жақсы сурет салған екен Сасырнай тобы. Домбыраның тиегі, ішегі, шанағы, түймесі, беті болады. Домбыра киелі аспап. Ол мәдинелі мұра. Қазақтың ұлттық аспабы. Домбыра арқылы өз ойын жеткізуге болады. Адай Балбырауын, ақсақ құлан, келешек, қырағын, сондай күйлер бар екен. Жақсы, жарайды. Асықпай оқып алыңдар. Үйде міне көрдіңдер ме, постерді жазғанымыз қандай жақсы болды. Енді біліп жүресіздер. Тамаша, домбыра тобы 1 балл. Қане кім қалды бізде енді? Қобыз тобы жоғары тұсында. Қобыз аспабының 2 ішегі бар. Қобыз аспабының орны ерекше. Қобыз ол қазақтың аспабы. Ол ағаштан жасалған. Қобыз аспабы қорқыт атадан келе жатыр. Оның арнайы таяқшалары болады. Ысқышпен ойналатындықтан ысқышы болады деп айтайық. Тамаша, балалар, ағаштан жасалады. Оның жасалуы туралы тағы да осынша айтамыз. Топ басшысы жарайсыңдар. Балалар, қазір енді біз жаңа сабағымызға мән берейік. Бүгінгі тақырыбымызды біз музыканы тыңдау арқылы тауып көрейікші, кәне. Өздерің көріп тұрғандай, бүгінгі тақырыбымыз көне қобыз сарыны деп аталады. Сабағымыздың мақсаты осы сабақта біз орындау тәсілдеріне қарай музыкалық аспаптардың тобын ажырататын боламыз. Музыкалық шығармашылық жұмыстарды жасау үшін өз идеямызды ұсынатын түрлі материалдарды, ресурстарды таңдай білетін боламыз. Ал жас балалар, ондай болатын болса, бүгінгі сабағымызда біз қобызды ең бірінші жасаған аңыз бойынша адаммен танысамыз, қобыздың жасалуын білетін боламыз. Қобыз аспабында қандай күйлер бар екен, сол күйді тыңдап, талдап, және қобыз аспабында біздің аспабымыз жаңағы қалай жасалады, және осы аспапта
әуен жазған, күй жазған композиторлардың өмірімен танысамыз. Ең бірінші қарайық әнеді 39-шы, 38-ші беттерде, бірінші 39-шы бетті ашамыз. Қобыз аспабы ЮНЕСКО-ға кірген демсе, осы ұйымға аспап не үшін кірді екен, қай жылы кірді екен, кәне қарап көреміз. Кәне тауып айтып көрейікші кәне балалар. Қай жылдан екен бізде? Қобыз аспабы туралы кішкене мәлімет айтып береміз. Айта ғой. Қобыз аспабы дегенде бізге қобыз атайын көрсетеді. Жақсы. Қобыз аспабында қол тата есімізге түседі. Балалар, қараңыздар, отыра ғой. Мінекей сенің балың қол тата осыдан 8-ші, 9-ші ғасырларда өмір сүрген қобыз түсіне енген екен де, сол кезде сол қобызды айту бойынша жасалған екен деген аңызы. Енді осы қобыз аспабындағы біздің бүгін тақырыпта Ықылас Дүкенұлы деген композитор қобыз аспабында Қорқыттың өмірін жалғастырушы музыкалық мұрасын бізге жеткізуші, ол Ықылас Дүкенұлы туралы білетін боламыз. Кәнекей қараймыз 39-ші бетте. Ықылас Дүкенұлы кім? Айта ғой. Ықылас Дүкенұлы 1843 жылы туылып, 1916 Жақсы, жақсы. Кім толықтырады? Қай жерде өмір сүрген Ықылас? Кәнекей, Тамаша. Енді осы Ықылас Дүкенұлының қандай күйлері бар? Кім атайды? Кәне қол көтереміз. Кәне. Тек қана жетіген топ айта ма? Айта қойыңыздар, ең бірінші қол көтерген. Жезкиек, аққу, Тамаша. Енді қараңыздар, балалар. Біз осы тақырыпта Ықылас деген романмен танысамыз. Осы романды талдаймыз. Кәнекей, қазір 2 минут уақыт беремін. Оқып қарап аламыз. Ал жақсы балалар, біз тақырыпты оқып шықтық. Кәнекей, мынандай сұрақтарға қалай жауап беріп көресіздер? Біздің оқып отырған романымыздың аты қалай? Қол көтеріп айтыңыз. Оқып отырған романның аты не? Ықылас роман. Ықылас деген кім еді? Ықылас деген күйші, қобызшы. Ықыластың атасы кім екен балалар тақырыпта? Кәне? Ықыластың атасы Алтынбек. Жақсы, отырып жауап береді. Енді қобыз аспабын ішін өңгу дегенді түсінеміз ба? Ол қандай сұрақ? Өңгу. Кім түсінді өңгу? Іші? Өнерген сөздерге қараймыз. Бізде сөздік берілген. Өңгу дегеніміз не? Ағашты. Тамаша, ағашты үшін ою құралменен. Енді осының ішіне не салды? Ыстық. Ағашты үшін. Ыстық. Тақырыпты айтып тұрып, ыстық көл салып қой ішіне. Ыстық көл салып, оны не істейді? Кептіреді ағашты. Содан кейін ішек жасайды. Ішекті қайдан алды? Кәне кім тапты айта ғой? Жылқыдан алады. Жылқының құйрық жағынан алады екен. Жаңағы біздің жасалатын ішегіміз жас жылқыдан алады. Осы жерде мынандай сөзді қараңыз. Кәрі биеге жолама ықылас дейді. Білем әке дейді. Кім айтады? Ықыластың әкесі Дүкен айтады. Әке білемін дейді. Ықылас та сөйтіп жас жылқыдан құйрық жағын алып, оны қандай суға салды балалар? Кәне кім тапты? Қандай суға салды? Тұзды суға. Неше күнге салды? 7 күнге салды. Содан кейін енді ішекті бекіткеннен кейін атасы Ықыласқа не депті? Ішекті бұрауын келтірді. Соны қанша уақытта бұрауын келтіріпті? Кәне кітаптан табайықшы? Қараймыз. Кәне қайсысы тоқтапты? Тамаша. Енді осылай
қобыздың жасалуы да өте ұзақ, сондай қызықты болды. Ең соңында атасы не істепті? Кім тауып оқып береді, кәне маған? Ең соңында атасы қуанды ма, әлі жылады ма? Қалай болды? Кәнеки, ашамыз. Шына жеп оқиын. Сияқты жақты оқи ғой. Отырып, өштерді, не істейсіңдер маған? Оқып беріңіз. Я таптым. Зейнет болып енді сен, деді атасы. Я тоқты ешқандай сөз жоқ, қайтадан дауыстап айта ғой. Неше жылға зейнеттім. Зейнет болшы енді сен, деді атасы. Жақсы балалар. Ал жақсы балалар, біз бүгінгі сабақта қандай тақырыппен таныстық сабағымызды қорытайық, қол көтеріңіздер. Қобыз туралы, қазақтың ұлттық аспабы қобыз туралы білдік. Жалпы қобыздың қандай қасиеттері бар екен балалар? Қобыз аспабы адамды ерлерге емдейді деп басшылар қолданған. Қобыз аспабы неден жасалатынын білдік па? Ағаштан, ең мықты ағаштан жасалады екен. Тағы қобыз аспабында кімдер музыка ойнады, қандай күйлер білдік? Қорқыттардан туралы білдік. Тағы адай ол домбыра жағы, балалар. Қобыз аспабында кім туралы білдік біз бүгін? Ықылас Түкенұлы. Ықылас Түкенұлының қандай шығармалар бар екен? Кәне қарасаңыз. Ақыл, жезкиер, қобыз деп айтады. Жақсы балалар, енді қобыз аспабының үйде не істейсіздер? Суретін салып, осы Ықылас Түкенұлы туралы мәліметтерді жинақтап келесіздер. Бүгінгі сабақта қалай түсіндіңдер, не ұнады, тақтаға стикерлерді жабыстырасыңдар. Содан кейін біз әнмен сабағымызды аяқтаймыз. Жақсы балалар, өздерің сабақты жақсы түсіндіңдер ма бүгін? Сабақ сіздерге ұнады ма? Келесі сабаққа біз осы қорқыт туралы мәліметтерді жинақтап келеміз. Көбірек музыканы тыңдаймыз. Қазір өтілген әндерге тоқталайық. Мектебім, аяулы мектебім. Сіздерде домбыра тобында қанша? 6 балл. Сіздерде қобызда 3 балл. Белсендірек болайық. Сіздерде 4-еу састырмай тобы. 7 деген тобы 7. Онда біздің қошемет көрсетейік. 7 деген тобы өздерінің белсенділігін көрсете білді. Келесі сабақтарда сіздерде де осындай белсенділікті көргім келеді. Әндерді қайталаймыз, тақырыптарды оқып келеміз. Сау болыңдар, сабақ аяқталды.